Сәлем достар, 15 сәуірден бастап мобильді ақша аударымдары, яғни перевод тексеріліске алынғанын білесіздер. Соңғы 3 айда 100 түрлі адамнан шотыңызға ақша келіп түссе, онда сіз бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. 15 сәуірден бастап мобильді ақша аударымдары Қаржы министрлігінің бақылауында болады. Соңғы 3 айда 100 түрлі адамнан номерден ақша шотыңызға келіп түссе, сіз табыс тауып отырсыз деген сөз. Сөйтіп, салық төлеуге тура келеді, яғни ИП немесе ТО ашу керек. ИП ашқанда режим таңдайсыз, өзіңіздің қызметіңізге сай окет таңдайсыз, кассалық аппарат ашасыз. Ал оның оңай түрі, қазіргі таңда осы жылға шыққан режим түрі арнаулы мобильді қосымшасын пайдаланасыз. Яғни ол жерде табыс салығы 1%, бөлек касса тіркеудің қажеті жоқ, чекте салық есептілігі де сол мобильді қосымшада жасалады, саудамен айналысуға болмайды, жұмысшы күшін пайдалануға болмайды. Бұл салық режимінде салық бизнес деген мобильный приложенияға тіркелесіздер, ішінде өзінің кассасы бар, отчетты соның ішінде жібересіздер. Бұл жерде тура патенттегі кәсіп түрлері осы режимді пайдалана алады. Бұл режимге көбінесе таксистер, жүк тасымалдаушылар, фотографтар, спорттық қызметтер көрсетушілер, ремонт, компьютер, ремонт бытовой техники дейді, осы қызмет түрлерін көрсететіндер, салонда қызмет жасайтындар, уборка қызметін көрсететіндер, вокзалда жүк тасымалдаушылар, осы секілді қызмет түрлерін көрсететіндер, бірақ жұмысшы жалдамайтын, жалғыз өзінің қызметін көрсету арқылы ақша тауып, бірақ оны заңдастырмай жүрген кәсіп иелеріне арналған бұл тексеріс. Осы ИП өте ыңғайлы, бір мобильді қосымшада бүкілі орналастырылған, сіз бөлек кассовый аппарат ашпайсыз, бүкілі осы ішінде отчеттарды осының ішінде жүргізесіз. Сізде жұмысшы болмау керек, бірнеше точка болмау керек, яғни бірнеше точка дегені, сіз жұмысшы қызметін пайдалана алмағандықтан бірнеше точка аша алмайсыз. Бұл қызмет таксистерге жақсы келеді, таксистер бюджетті төлей алмайды, сондықтан осы қызмет түрін қолданса болады. Бұл таксистер осы ИП-ны ашқаннан кейін не істейді? Ары қарай ай сайын пенсионка, соцотчисление, медстрахование осы үшеуін ай сайын төлеп отырса, яғни минималка қазір үшеуін қосқанда 12.300 теңге болады ай сайын төлеу. Сонымен қатар жылдық салық 2024 жылдан бастап, осы жылын салықтан босатылғанбыз, 2024 жылдан бастап 1% салық төлейді. Ол дегеніміз, мысалы бір жылда 3 миллион теңге табыс тапса, соның 1%-і 30 мың теңге жылына салық төлейтін болады. Ал достар, сіздерге ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.